Сәлем шәкәрімдік. Бүгін жастар рухы жастар қанаты ұйымдастыруымен өтетін Magic World мультфильм әлеміне саяхат атты байқауымыздың дайындық кезеңіне келіп қалдық. Бүгін біз студенттік парламент осы дайындықтың қалай өтетінін сіздермен бірге көретін боламыз. Бізден қапы қалмаңыздар. Дәл қазір сахнада филология жоғары мектебінің кіші деканат құрамы өз өнерлерін көрсетуде. Қазір менің қасымда филология жоғары мектебінің кіші деканы Аружан. Аружан, дайындықтарың қалай? Жалпы Диснейда қандай жүлдеге ие боласың деген ойдасың? Негізі дайындық керемет. Бұйыртса бұйырған орында аламыз деген ойдамыз. Бәрібірде топ үштің біреуіне ілінеміз деген ойдамыз. Керемет, балалардың дайындықтарын андай бір алға қойған мақсаттарын күшті биік, молодцы, осы қалыптан таймаңдар. Бұйырса жүлделі орын аласыңдар деген ойдам. Қазір менің қасымда ветеринария және ауыл шаруашылық зерттеу мектебі, зерттеу мектебінің студенті Досан, 2-ші курс. Өзім білетін бойынша Досан дайындықтарың қалай? Жалпы қалай қандай күшпен келдіңдер, бұйырса орын аламыз деп ойлайсыңдар ма? Дайындық негізі сөз насын айтайын, көрінісіміз күшті түсіп жатыр, атак биіміздің бәрі жақсы деп ойлаймын. Орынға ниетіміз бар, дайындығымыз жақсы. Өзің өнер көрсетесің, е? Әрине, менсіз өнер болмайды ғой. Ярайды. Сендерде мультик Мадагаскар. Мадагаскар. Қандай сен персонажды ойнайсың? Жираф, Мелман. Сен өзің таңдадың ба, или саған осы боласың деп Пико айтты ма? Амал жоқтан. Амал жоқтан. Пико сен қинады. Дұрыс айтасыз. Пико қинамасын. Жақсы, жарайды, Досан, саған удачи. Рахмет. Давай, пока. Дәл қазір қасымда біздің байқауға қатысатын ең кішкентай бүлдіршіндер. Қыздар, есімдерің қалай? Мен есімім Гүлназ, менікі Ділназ. Екеулерің егізсіңдер ма? Осы жақта апайларын, ағаларын бірі оқи ма? Тоқтарова Алпаң оқиды. Біз осы филология факультетінің іші кеп тұрмыз, және бұл бірінші рет емес, екінші рет. Басқа енді қайда выступать еттіңдер? Басқа біз көп жерде выступать еткенбіз, негізі бишіміз, және Айдана ансамбль группасына болғанбыз. Сол жерде би көп істегенбіз, және осы жерге біз бірінші рет емес, екінші рет кеп тұрмыз. Молодцы, күшті билерің, прям бүкіл балалар, прям бау, екеулерің күшті билейді екенсіңдер деді, екеулерің прям ұқсайсыңдар, егісіңдер күшті. Бұйырса енді күшті өнер көрсетіңдер, молодцы. Жаңа кім жыла қалды, сен ба? Мен, Ол ештен кетпейді, әлі 2 күн бар ғой. Успейш, әлі просто ана жерде кісілер болады, бәрін етер, Аружан саған көмектесіп жүреді ғой. Не переживай, Бәрі күшті. Рахмет. Филология жоғары мектебіне қандай тілек айтасыңдар? Чтобы филология жоғары мектебі дамы берді, білімдері жақсы болсын, и бүкіл студенттер всегда бес алсын. Өздерін оқу бітіргеннен кейін біздің университетке түсесіңдер ма? Негізі сөйтіп ойлаймыз. Қандай мамандыққа? Осы филология журналистика. Ой, молодцы. Давайте, рахмет. Дәл қазір қасымда жастар рухы жастар қанаты ұйымының ұйымдастырушысы. Есімің қалай? Балауса. Балауса, дайындықтарың қалай? Ертеңгі іс-шара қандай деңгейде өтеді деп ойлайсың? Және де қай жоғары мектепке өзің даусыңды бересің? Бізде дайындық өте қызу жүріп жатыр, өздеріңіз көріп жатқандай. Қазіргі кезде біз фотозона жасап жатырмыз. Мен ойлаймын, ертеңгі іс-шара өте күшті өтеді деп. Біз өзімізге сенеміз, жаңа қатысып жатқан 9 мектепке сенеміз. Мен алады деп бөліп жара алмаймын, бүкіл мектеп әдемі күшті. Барлығы ұнайды. Ұнайды. Жақсы, рахмет. Рахмет. Сәлем шәкәрімдік. Бүгін біздің дайындығымыздың 2-ші күні өз бастауын алды. Қазір бізде барлық жоғары мектептер өздерінің дайындықтарын көрсетіп жатыр. Көріністер бар, билер бар. Қазір соның барлығымыз дұрысына тамашалайтын боламыз. Сізден алыстамаңыздар. Физика және химия зерттеу мектебінің дайындықтары өте керемет сияқты. Қазір бір студенттен кішігірім сұхбат алайық.
оңай сұрақтар қояйық. Қандай? Біз біреулер шешеді. Дәл қазір қасында физика және химия зерттеу мектебінің студенті. Есімің қалай? Нарай, Нешінші курс студентісің? 1-ші курс. Жалпы дайындықтарың қалай? Және де саған қай мультфильм өзіңе қатты ұнайды? Дайындық өте керемет. Күшті өтуде. Маған негізі Мадагаскар. Сендерге қандай мультфильм түсті? Бізге Моана. Сәттілік сендерге бұйырса жүлделі орын аласыңдар деген ойдамын. Дәл қазір қасында жасанды интеллект және құрылыс жоғары мектебінің кіші деканы Мирхатқызы Аружан. Аружан, дайындықтарың қалай? Және де қандай жүлделі орынға ие боламыз деп ойлайсың? Барлығына сәлем. Біз де дайындықтамыз. Негізі орын алындақты дайындықтар болады. Орын аламыз деп ойлаймын. Жасанды интеллект және құрылыс жоғары мектебіне сәттілік. Көптен күткен сәтте келіп жетті. Бүгін 14 ақпан Magic World байқауы бірер минуттан кейін өз бастауын алатын болады. Барлық жоғары зерттеу мектептер өз дайындықтарын бастаған болатын. Дәл қазір артымда жастар рухы ұйымының ұйымдастырушыларымен жасалған безендіруге назар аударыңыздар. Қасында Жалғас, Жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебінің кіші деканы. Жалғас, сендерге қандай мультфильм түсті? Бізге Уильям Стейктің кітабына жазылған Шрек мультфильмі түсті. Мен естуім бойынша осы көріністе өзің өнер көрсетесің. Иә, өзім өнер көрсетем. Бұл енді 3 жыл осы университетте оқығаннан кейін бірінші рет Диснейға қатысайын деп, Magic Worldқа қатысайын деп жатырмын. Сондықтан да өзім үшін бірінші рет опыт болайын деп тұр. Оған сен өз еркіңмен қатысма, әлде саған біреу қатыс, осылай структурадан біреу айтма? Структураның балалары өзіңіз шығып өнер көрсетсеңіз деген сияқты ұсыныс білдірді. Мен де қабыл алдым. Жалпы дайындықтарың қалай, қандай стимул мен мотивациямен келдіңдер, бұйырса өздерінен басқа қай жоғары мектепті өзіңе конкурент көресің? Енді бірінші стимул ол біздің деканымыз Жандос Төлеубекович, одан кейін зам деканымыз Эльмира Серкана беріп отқан стимул, олардың бізге сенім артып отырғандары, енді барлық студенттердің сенім артып отырғаны бұл бізге үлкен стимул. Енді жалпы барлық мектеп конкурент деп айта аламын, бірақ та енді мықты конкуренттерге Кунг-фу Панда және де Мадагаскар мультфильмдер кімге түскен білмеймін әзірге, соларды мен конкурент деп есептеймін. Жақсы, Жалғас, үлкен саған сәттілік тілеймін, бұйырса жүлделі орынға ие боласыңдар деген ойдамын. Қыздар, есімдерің қалай болады? Өздерін таныстыра кетіңдер. Аружан. Гүлім. Балнар. Қай жоғары мектептен боласыңдар? Білім беру жоғары мектебі. Филология жоғары мектебі. Жалпы дайындық қалай? Сендер бірінші курстар, е? Барлықтарың бірінші курсыңдар. Дайындықтарың қалай? Жалпы сендер қазір головоломка болып тұрсыңдар, е? Қандай персонажсыңдар? Брезгливость. Қызғаныш. Радость. Жалпы жастар рухы ұйымы сендерге қалай ұнайды ма? Дайындық қалай? Қай жоғары мектеп жүлделі орынға ие болады деп ойлайсыңдар? Бірінші орынды кім алады деп ойлайсыңдар? Бірінші орынды Шрек жығы-жымы алады деп ойлаймыз. Кеф алады ғой, кеф. Шо екен, достар? ПЖМ. Костюмдарын өте күшті ма? Күшті прям ұнап тұр. Бұйырса открывашка жасайсыңдар, е? Қанша күн дайындалыңдар осы іс-шараға? 1,5 апта деді. Кім сендер дайындады или өздерің дайындалдыңдар ма? Вторыштары. Лидерлер өздері дайындады, е? Жақсы, рахмет, сәттілік, сендерге күшті өнер көрсетіңдер. Жаңа жылдық мерекені осындай керемет реквизиттермен көрсетіп жатқан, атмосферасын көрсетіп жатқан тамақ инженериясын зерттеу мектебі дәл қазір өздерінің көріністерін барынша дайындап пісіруда. Ал енді бұйырса кім орын алатын бірер минуттан кейін білетін боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Іс-шарамыздың басталуына сәл ғана қалды. Ал студенттер залды лық толтырып жатыр. Дәл қазір бірнеше студенттерден кішігірім сауалнама сұрайық. Сәлем, есімің қалай? Сәлем, есімім Ильяс болады. Бегарс. Ильяс.
кешірім сұраймын, Ильяс қай мектептен боласың және нешінші курс студентісің? жаратылыстану ғылымдарының жоғары мектебі 1-ші курс. 1-ші курс студенті. Белсенді студенттердің қатарында барсың ба, кіші деканат немесе ұйымда? Кіші деканат құрамында және активистер құрамында бармын. Өзіңнің жоғары мектебіңді қолдауға келдің, иә? Иә, Қалай ойлайсың, қай жоғары мектеп жалпы керемет көрсеткіш көрсетеді деп ойлайсың, өзіңнің мектебінен бөлек? өзім мектебімнен бөлек. Шыны керек, таныстарыммен былай қарап, дайындықтарын қараған кезде, қалай айтсам болады? Алдындағы неге қатысқан бойынша, ректорский балға қатысқан бойынша, ВИА немесе ФЖМ. Жақсы, рахмет, сәттілік сендерге бұйырса, жеңіс тұғырында көрінесіңдер деген ойдам. Рахмет. Дәл қазір қасымда университетіміздің түлегі Ерсінбек аға іс-шарамызға қонақ болып келді. Ерсінбек аға, көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, жақсы іс-шара болады деген ойдамыз. Жалпы бұл іс-шарадан не күтесіз, не көргіңіз келеді? Енді аты айтып тұр ғой, Дисней деп, біз балалық шаққа саяхат жасаймын деген ойдамыз. Жақсы, рахмет, сізге көтеріңкі көңіл тілейміз. Іс-шарамыз бұйырса жақсы өтеді деген ойдам. Ал енді іс-шарамызды бастаймыз, экраннан алыстамаңыздар.